Оңайлықпен келмеген жеңіс. Шынында да бұл жеңіс Шавкат Рахмоновқа ең қиын жеңіс болды. 3 раундта Шавкат басымдылық көрсетсе, ал қалған екеуінде Ян Гери кішкентай басымдылық көрсеткен сияқты. Ал ең жаманы, бұл жекпе-жекті қарап отырған чемпион Белал Мұхаммед Шавкаттың жекпе-жегіндегі минустарын өзінің дәптеріне жазып сақтап алғандай. Себебі ол енді белбеуді Шавкатқа қарсы қорғауға міндетті. Және де бұл турнирдағы көрініс оны таңғалдырмаған сияқты. Ең қызығы, Шавкат Белалды октагонға шақырғанда, Мұхаммедті UFC адамдары танымай өткізбей жатты. Бұны өзінің парақшаларында Конор Макгрегор да мазақ қылды. Бұл чемпион соншалықты қызықты емес, тіпті UFC адамдары танымайды деп күлді. Шавкат интервьюда дайындық 100% болмағанын ашық айтты. Ал менің ойымша, геймплан жекпе-жекке дұрыс болмады. 5 раундтық жекпе-жекке басқаша геймплан болғаны дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, күрес тейкдаун бірінші раундтарда көп күш алып қойды, ал стойкада Ян Геридің аяқпен тепкен соққылар болмаса, стойкада Шавкат күштірек болды, және де чемпиондық раундтарда күреске салысқанда досрочный победа болар деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазыңыз. Грэплингта Шавкат мықтырақ, тек контроль жағынан пробелдар болды. Бірақ ол жалпы шаршағаннан болар. Қалай да болса, біздің батыр чемпиондық белбеуден бір қадамда тұр. Барлығымыз қолдау жасайық. Алға Қазақстан!